Алматыда полицейлер зейнеткерді жылатып тұрып айыппұл салған. Ну не возите, а, пожалуйста. Как не возить? Ну вообще вот Как не? Надо теперь уже, назад пути нету. Позади Москва, знаете такую тему? Там же было, надо было. Там на месте, там уже фамилию сказать, написали бы штраф, да ушли бы. Шынымен айыпты болса, тәртіп сақшысының бұл әрекетіне тиісетін түгі жоқ, бұл оның жұмысы. Бірақ мәселенің мән-жайына үңілсеңіз, кімнің айыпты екенінен шатасып қалуыңыз мүмкін. Түсінікті болу үшін бәрін басынан бастайық. Ақпаратқа қарағанда, зейнеткер 1,5 келі ашытылған 40 қабат сатқан үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Сөзінше, әже қаржылық қиындықтарға байланысты сауда жасауға мәжбүр екен. Ол үй жануарларын тамақтандыру үшін ақша табуға тырысқан. Себебі зейнетақысы небәрі 75 мың теңге екен. Әлеуметтік желіге тараған видеодан екі тараптың сөзге келіп қалғанын, айыпкер әжейдің тәртіп сақшысынан учаскеге апармай-ақ қоюын өтініп сұрап тұрғанын көруге болады. Учаскелік инспектор әйелге 21 мың теңге айыппұл салған. Алайда әйелдің жанында сауда жасап тұрған басқа адамдарға ешқандай шара қолданылмаған. Полицияның видеода тартысып не керек еді деп долданып отырғанда осы сияқты. Бірақ дәл сол видеодан полиция қызметкерінің рөлде телефонмен сөйлескенін, қауіпсіздік белдігін тақпағанын және әйелге дөрекі сөздер айтқанында байқауға болады. Бұл дегеніңіз айыппұл арқалаған әже бір заңды бұзса, оны тәртіпке салмақ болған полицейлер бірден бірнеше заң бұзушылық жасап отыр.